Неге дәл осы хи майын дайындау керек? Денсаулыққа пайдалы, асқазанды ауыртпайды, ми жұмысы мен энергияны арттырады. Тамақты дәмді етіп, әрі қауіпсіз етеді, ешқандай канцероген бөлмейді. Қуыруға, көкөністерді, балықты, сорпаға кәдімгі майдың орнына қосса болады. Өт жолдарын тазартуға аш қарынға бір шай қасық ішсе де болады. Ал термомикспен жасау тіпті де оңай. Онда бірге жасайық. Енді термомиксте жасаудың бірнеше құпиялары бар. Бірінші, чаша таза болу керек, пышағы тап-таза болу керек. Бізге небәрі сармай ғана керек. Сосын сармай 82-де 5% болу керек, ең кемі, және де сапалы болу керек. Үйдің, қолдың майы дейді ғой. Олай болса тіпті жақсы болады. Тұзсыз, ешқандай қоспасыз болу керек. Менде 500 грамм сармай. Егер бұдан да көп пайдалансаңыз, онда уақытты көбірек қосасыз. Ең бірінші чашаға сармайды салып, 5 секунд 4-ші жылдамдықта араластырамыз. Жарты сағатқа қоямыз. Қақпағына стаканчикті қоймаймыз. Оның орнына бу себетін қойсаңыз болады. Себебі артық ығал, сулар шығу үшін. Жарты сағаттан кейін қараса, көбік шықты. Ақ көбікті алып тастаймыз. Бұл тіпті де қажеті жоқ. Бу себетін қоюды ұмытпаңыз. Тағы да жарты сағат 100 градус 2-ші жылдамдыққа қойып қайнатамыз. Мына қараңыз, қайнап жатыр. Сармайдың құрамынан сүт ақуыздары, кез келген қажет емес лактоза, казеин тазартылып жатыр. Кейбіреу бу арқылы шығып жатса, қалған керек емес, таза емес заттарының барлығы чашаның түбіне шөгіп жатыр. Майымыз дайын болды. Оны 8 қабатты стерильні бинт арқылы тап-таза ыдыс, шыны ыдысқа сүзіп аламыз. Майымыз салқындаған кезде қоюланады. Әзірге жабуға болмайды, себебі конденсат бөлінеді, оның бізге түкте қажет жоқ. Сары алтын деп айтатын хи майымыз дайын. Таңғы астан бастап жұмыртқа қуырсаңыз да, кашыға, құймақтар пісірсеңіз де, ағзамызға өте пайдалы әрі сіңімді май. Бұл майды жасап, комментарийде бөлседі деген ойдамын. Видео пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпайық.